Görüşküm gelmeydi. Hadi қайтадан телефоныңда отырсың ба? Ой болды. Жүр тамағыңды ішсіз. Ма, айттым ғой ішпеймін деп. Менде 5 минуттан кейін TikTok'та прямой эфир басталады. Басламаңдаршы, мен жалғыз қалдым да шутне. Ертеңгі сабаққа дайынсыңдар ма? Сабақ туралы айта бермеші, оның орнына қазір қандай киноға барамыз, соны айтыңдаршы. Қазір бәрі көрейік қандай кинолар бар екен. Иә, дұрыс айтасың. Айтпақшы, Қарақат, жаңа телефон алыпсың, құттықтаймын. Қайда көрсетші? Міне, ал мынау бұл уже ескіріп кеткен модель. Не үшін маған алғанын түсінбеймін, жаңасын алса болады еді. Бірақ бұндай телефон біздің мектепте бірнеше ғана адамда бар ғой, қанағат болмайсың ба? Қанағат? Егер де мен қалағанымды сыйламаса, қалай қанағат болуым керек? Қарақат, мен саған жаман оймен айтқым келмейді, бірақ сенің атанан бүкіл мүмкіндікпен бәрін алып беріп жатыр, ал кейбірлеріне ештеңе ала алмайды. Мүмкін Айзере де сондай оймен айтқан шығар. Сонда сендер мені жаман деп тұрсыңдар ма? Жоқ, біз сені жаман деп айтқымыз келген. Жоқ, мен бәрін түсінім. Енді өздерімен бірге мені ешқашан шақырмаңдар. Бұл не болды? Бізге ренжіп қалды ма сонда? Иә, әрдайым істей береді. Шындықты айтуға болмайды. Шындықты айта алмасақ, біз онда қандай құрбылармыз? Мүмкін өзі түсінеді. Ал түсінбесе, біз жаман құрбы болып қаламыз. Айдока, мен келдім. Сен осы киіммен дүкенге барып келдің бе? Я онда тұрған не бар, дүкен жақын емес пе? Ой, қайтадан достарына ұят болды. Қайда шықсаң да дұрыстап киініп бармайсың ба? Әлде сен үшін мені күлкі қылады. Айдока, мен киіп жүрген киімнің саған не қатысы бар, кім не ойласа да бәрібір емес пе? Жоқ, Аружан, бәрібір емес. Анау жолы құрбыларым маған не айтқанын білесің бе? Сенің әпкем жыртық сөмкемен, ескі жыртық сөмкемен келді. Мен қалай ұят қалып батқанын түсініп тұрсың ба? Енді мектепке бара жатқанда жыртылып кетті, қолымды тасып бардым, онда тұрған не бар, әлде өз әпкеңе ұялып жүрсің бе? Иә, Аружан, қыздарып ұялып жүрмін. Басқа құрбыларының әпкелеріне қарасан, қолдарында жаңа телефон, маникюр, әдемі болып жүреді. Айдара, олай айтуға болмайды ғой. Сенің айтқанды толық түсіндім. Сен де түсінші, Айдока. Ой, болды. Қайтадан лекцияны оқу керек жоқ. Сен оның барлығын білемін. Сен достар солай айтып жатса, олар сен достарың емес шығар. Қайда кет? Достарымның алдында біздің абыройымызды көтеруге. Так, ал балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақ жұмыстарын істеп келіңдер, тексеремін. Жарай ма? Сау болыңыз. Сау болыңдар. Айбике, бүгін қыдыруға шығасың ба? Ал қайда барамыз? Білмеймін. Есік алдында сөйлесіп жүріп қайтайық. Ал мен тіпті ұмытып кетіппін. Мені бүгін Нұрия мен Бадияр да киноға шақырған. Мен оларға қалай да жоқ деп айта алмаймын. Бірақ бізге әрдайым жоқ деп жауап бересің ғой. Жарайды, түсінікті. Сонда сенің не айтқың келді? Жақында жүрген достарыңды ұмытып, қайдағы жоқ Нұриялармен жүрсің. Біз кішкентай кезімізден бері дос едік қой. Ал енді сен тіпті бізге қарамай кеттің. Енді мен де жаңа достарым табуым керек қой, ал сен тоса тұрсаң болады ғой. Тоса тұрам, менде сенен басқа жақын құрбыларым жоқ. Ал сен мені ылғи тастап,
жаңа достарыңа кете бересің. Мүмкін олармен маған қызығырақ шығар, сен қайдан білесің? Олай болса мен туралы ұмыта аласың. Кете бер, бүкіл өмірім сенің басыңда тоқтап қалмады. Сенің бас киімің құлап қалды. Рахмет. Көңіл күйің жоқ екені көрініп тұр. Достарың ренжіді ме? Жоқ. Үйде мама қайта-қайта ұрса береді. Осыдан кейін барғым келмейді үй жаққа. Саған қараса сен де көңіл күйсіз отырған сияқтысың, достар ма? Жоқ, менде де соланам. Үйде жеден жай отырма, телефоныңды таста, сабағыңды оқы деп ұрса береді. Ал менде TikTok'та 7000 подписчигім бар. Оларға да көңіл бөлу керек қой. Сен TikTok'та танымал болайын деп жүрсің ғой. 7000 подписчик деген ол көп екен. Қалай сонда осы нәтижеге жеттің? Ішкі жақсы идеяларыңды шындыққа айналдыру керек. Қиын нәрсе екен, ондай түсінбейтін Керек шығармын. болса мен сені үйрете алам. Шын ба? Иә, бұның еш қиындығы жоқ. Рахмет. Ал сен неге өзің жалғыз отырсың? Достарым серуендеуге кетіп қалды. Мен олармен барайын десем, кешке бірақ қайтамыз деп келе алмадым. Достарыма уақыт бөле алмай, себебі әрдайым үй жинау, қоқыс лақтыру, сабақ оқу, бос отырмау. Мен әлі баламын, өскенде істеймін, ал қазір мен өзімнің балалық шағымды сезінгім келіп тұр. Иә, дұрыс айтасың. Мүмкін біз не қалғанымызды сезбей тұрған шығар. Кеттік, серуендеп келейік. Кеттік. Сенде жаңа iPhone ба? Иә, бір ай бұрын шыққан. Ата-анам сыйлап берді. Күшті, әдемі екен. Ал менде сол баяғы 13-шімен жүрмін. Бірақ мен айтқан маған жаңа шыққан iPhone керек деп. Енді ұят болып жүрмін. Сен әпкелерің әлде ағаларың бар ма? Жоқ, өкінішке орай жоқ. Мен жалғыз қызбын. Саған жақсы екен, ал менің әпкем бар. Сол адам мені әрдайым ұятқа батырып жүреді. Ол қалай? Мен достарым көзінше үйге шақырып, жаман киіммен жүріп, әрдайым осылай қылықтары болады. Ал сосын достарым мені мазақ қылады. Я, олар біздің қалай жүргенімізді білмейді. Мысалға сен күштісің, жанына сағатың бар, телефон, әдемі киініп жүресің. Сен үшін ұят та батпайды. Рахмет. Бірақ сен айтқанды мен достарым менсінбейді. Мен дұрыс істеп жатқан жоқпын деп айта береді. Сен сияқты достарым болса, мен осылай әрдайым көңіл кешірмеуші едім. Айдария. Қарақат. Танысқаныма қуаныштым, Қарақат. Мүмкін мен жаңа құрбым боласың? Мен қарсы емеспін. Сәлем қыздар, осы жерде екі қыз бен бір ұл тосып тұру керек еді. Көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, мен бұл жерден 1 сағаттан астам отырмын. Ешкім болған жоқ. Қайтадан кешіктің бе? Жоқ, дәл уақытында келіппін. Мен сіз тағы да баратын болды ма киноға? Қайтадан? Бұрында да осылай болды ма? Мүмкін сені тоспысы да келген жоқ шығар. Я, мысалға, мен солар ешқайда бармайды. Кешігіп жатсақ та тосуы тиіс. Жақын достар олай істемейді. Мүмкін шынымен де олар маған шынайы достар емес шығар. О, әне біреулер келе жатыр, олар емес пе? Қайда? Жоқ, олар емес. Ол басқа адамдар. Сәлем қыздар, орын бос емес екен, біз онда бара берейік. Жоқ, отыра бер, біз шаршадық. Рахмет. Сендер де көңіл кешірсіңдер ғой. Үйдегілермен ұрысып шыққанбыз. Осы жерде бәріміздің өмірімізге бір қиындық болып жиналып қалыппыз екен. Ал сендерде не болып қалды? Мен достарым маған не жаман, не бұрыс екенін әрдайым айтып оқытып жүреді. Мысалға, мен жаңа iPhone алғым келді. Ал ата-аналар маған ескі 13-ші iPhone алып берді. Мені қадірлі адам емес деп айтып жүреді. Әпке үшін ұятқа бата беремін. Сонда сен әпкең бар екеніне ұялып жүрсің, дұрыс па? Иә, әрине. Осындай әпкем бар екеніне ұялып жүрмін. Осындай әпкем болса түсінуші едің. Бірақ олай айтуға болмайды. Бұл сенің әпкең, былай айтқанда ең жақын туыс құрбың.
Менің әпкем болса мүмкін үйдің істерін бірге істеуші едік. Ал тек мен ғана емес. Я, әпкең бар екенін қадірлемейсің бе? Мыналар да бастады қадірлеу, қанағат болу. Біз өзіміз білетін шығармыз қай жерде қадірлеп, қай жерде қанағат болуымызды. Біз тек айтайын дегеніміз. Жоқ, ештеңе түсіндіре түспа, не айтатынды түсіндік. Қыздар енді түсін емес пе? Біз тек қана түсінікпен айтайын деп жатырмыз. Я, қыздар дұрыс айтады. Мен де енді түсініп тұрмын. Мен жаман адам екенмін. Сен де мыналардың қатарына қосылма. Біз біргеміз деп ойлап жүрсем. Достарың болсын, әпкең болсын, сендердің жандарында ұзақ уақыт бойы жүрсе, шындыққа ренжиді ме? Олар тек қана жақсы жағына көмектескісі келеді. Ал сен не бір жоқ телефон үшін ата-анаңа қарсы шығып жатсың. Олар маңдай терлерін төгіп, сен бақытты болсын деп жасап жатыр. Сен мені өмірге үйретіп жүрсің бе? Өз өміріне қарап ал, достарың сені қадірлемей өз беттерімен жүр. Ал бізге келетін болсақ, біздің достарымыз бар, және олар бізді қадірлеп жүреді. Ал не үшін екенін білесің бе? Жаңа телефонмен, әдемі киіммен жүрген үшін ол сен қасында жүр. Бұл достық емес, бұл жалған дүние. Ал сен әпкең бар екенін қадірлеу керек, өзіңді ғана ойламай. Қоғамның ойына сай келмей. Ал сендер бізді өмірге үйретіп, өздерінің ата-аналарымен ұрсып жүрсіңдер. Ал айтыңдаршы, не үшін ұрсып жүрсіңдер? Мен TikTok жүргіземін. Өз көрерменіме жаңа контент беремін. Бірақ мұнда тұрған не бар, шындық емес пе? Ал сен? Менің анам әрдайым маған үйдің істерін бере береді. Мен шаршадым дейді. Мен әрдайым үйдің істерін істеп жүрмін. Ата-анама қарсы шықпаймын. Бұл менің үйдегі міндетім. Менде TikTok желісі бар. Бірақ мен көрермендер мені қолдап тұрсады. Күн сайын оларды ойлап жүрген бұл дұрыс емес. Өмірінің көркін жіберіп аларсың. Мен өз жақын достарымды ұмытып, жаңа достар табайын дегем. Сонда сен таспай кеткен жаңа достарың ба? Иә. Ал мына болса дос таңдауды білмейді екен, аңғал адам екенсің. Бізге ұрсып өздерінде жақсы адамдар емессіңдер. Бірақ біз болсақ өз әпкелерімізге ұялмаушы едік. Не айттың? Қыздар не болып қалды? Бүкіл ауғанды шулатып, баланы шулатып. Ата, кешіріңіз, қыздар не жаман, не дұрыс екенін білмей өзара ұрсып кетті. Ата, сіз айтыңызшы. Ата-ана қарсы шығуға бола ма? Ал өз әпкелеріңе қарсы шығуға сонда болады, иә? Болды қыздар, ұрыспаңдар. Мен бәрін ұқтым. Ал, мен сендер тыңдап тұрмын, айтыңдар. Не болды? Осы қыздар бізді қадірлемейтін адамдар деп айтып жатыр. Енді шын емес пе? Өздерін ұнып бармай жатсыңдар. Тынышталыңдар, тыныш. Бірін-бірлеріңді тыңдап үйреніңдер. Бірін-бірлеріңе құрмет көрсетіп тыңдаңдар. Не болды? Айт. Мен TikTok желісіне жетім де оқырмандаймын. Анам түсінбейді. Үйде жайда жай отырсың, ештеңе істемейсің, телефоныңнан ешқандай білім таппайсың. Сол себептен мен үйден кетіп қалдым. Ал неде осындай жағдай? Менің анам әрдайым маған үйдің істерін бере береді. Үй жина, сабағыңды істе, қоқысты шығар, қыдырма деп ұрса береді. Ал мен достарыма көңіл бөлгім келеді, қыдырғым келеді. Бірақ анам оны түсінбейді. Осыны сен өз анаңа айттың ба? Я, әрдайым айтып жүремін. Сонда да маған істерді бере береді. Жақсы, түсіндім. Ал қызым, сен айта ғой. Мен сізді көргеннен кейін айтуға ұялып тұрмын. Ұялмаңдар. Мен сендерді жеп қоймаймын. Мен туған күніме ата-анамнан жаңа телефон сұрағанмын. Ал маған 16-шы емес, 13-ші сыйлап берді. Айтар жақсы емес пе iPhone алып бергені? Жоқ аға, енді мен басқасын сұрадым емес пе? Мен айтқан тыңдамай өз білгендерін істеді. Ал достарым айтсам, олар мен қадірлі адам емес деп айта береді. Соң кесірінен мен олармен ұрсып араласпай қойдым. Ал мені әпкем болса, мені әрдайым отқа батырып жүреді. Ол қалай соң? Басқа құрбылардың әпкелеріне қарасан, әдемі киіммен, өз кіші әпкелерімен қыдырып жүреді. Қыдырып жүрсе, ұятқа батырмай дұрыстап жүреді. Ал менікі болса ештеңені түсінбейді. Сендердің жағдайларыңды естіп, өзімді еске алып отырмын. Сенің есімің кім? Айбике, Айта ғой. менің жақын құрбым болды. Мен жаңа достар тауып, жаңа эмоцияларға бөлінгім келді. Бірақ та бұның құрбым түсінбей, біз ұрысып қалдық. Ал құрбыңа не деп айттың?
сен әрдайым жанымдасың, күте тұрасың деп сенімді едім. Бірақ та ол мен өзімді түсінбей біз ұрысып қалдық. Иә, қыздар жағдайларың қиын екен. Бәрін де естіп, бәрін түсініп отырмын. Енді аға, айтыңызшы, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс болжам. Қыздар, сендерге былай айтайын. Кім болмасын, әр адамды қадірлей білу керек. Ата-ананың өміріндегі ең жалғыз жанашыр адамдарың. Олардың айтқанын тыңдау керек, істеу керек. Олар сендерге ешқашан жамандық ойламайды, жақсы болсын дейді. Оларды құрметтеу керек, оларға қарсы сөз айтуға болмайды. Әрқашанда құрметпен қарау керек ата-анаға. Ал сендерге айтарым, өз әпкелерінен ұялу деген ол үлкен қате. Бала кезінен мәпелеп өсірген, қорғаштап жүрген әпкелерінен ұялудың қажеті жоқ. Достарың не айтса да, бүкіл қоғам саған қарсы шықса да, өз әпкеңнен теріс айналуға болмайды. Себебі ол сен үшін көптеген нәрседен қорғап жүреді. Неге десеңдер, өз балаларынан өткен нәрсе не дұрыс, не бұрыс екендігін олар нақты біледі. Және мен айтқандай, өз ата-аналарыңа қарсы шығуға болмайды. Кезінде бізге iPhone емес, жаңа дәптер сатып алған кезде біз қатты қуанушы едік. Иә, әрине уақыт өзгерді, көп түсінбейтін нәрселер көп, бірақ адам үлкендерді сыйлау деген, құрмет көрсету деген ешқашан қалған жоқ. Сенің ата-анаң күшпен, термен жасаған жұмысынан сыйлық сыйлап жатыр. Сендердің қалауларың болмаса да, көңілдерің түспесін деп, сыйға телефон алып беріп жатыр. Сондықтан да ата-ананы сыйлай білу керек. Аға, мен туралы айтпай қойыңыз. Менің істегенім дұрыс болмады. Өз қателігімді мойындадым, менікі қате екен. Достарың бар екенін қадірлі болу керек. Оларды да таңдай білу үлкен жұмыс. Бірақ керек адамдар әрдайым жаныңда болады, соны біле отырыңдар. Мен сендерге бір нәрсе көрсетейін. Бүгін істейміз? Білмеймін, Қарақатпен бірге мектептің жаққа қыдырып кету керек едік. Бірақ о да қырсығып бармайтын болдық. Енді Қарақат үшін үйде отырамыз ба, жүр кетіп, өзіміз барып келейік. Барсақ барайық, бірақ Қарақатпен не істейміз? Біз оның жанында болуымыз керек. Бірақ ол бізді қаламайды. Біз оны шын жүрекпен көмектескіміз келсе, ол бізді артымен айналып, кінәлағып, күштеп жатыр. Оны білесің ғой, кішкене ашуланады да қояды. Есін ойлашы, ол бізді ойламаса, біз оны неғып ойлаймыз? Қалай болса да біз оны тастамауымыз керек. Жарайды, көреміз не болар екен. Қыздар, сәлем, сендер Айдара деген қызды білесіңдер ма? Жоқ, білмейміз, есімі таныс емес. Сендерде жасты үстінде қара курткасы бар қара шашты қыз көрмедіңдер ма? Жоқ, жоғалып кетті ме? Маған кішкене ренжіп үйден шығып кеткеннен таба алмай жүрмін. Уайымдама қой, шаршағаннан кейін өзі келер. Біз де бірнеше рет үйден қашып жүргенбіз. Жақсы, егер де көрсеңдер сені әпкеңіз деп жатыр деп айта салыңдар, жақсы ма? Иә, жақсы. Тек қана мен әпкемен ұрысып жүрмін деп ойласам, әлде мен сияқты қыздар бар екен. Жарайды, уақытты созбай мектептің алдына барайық, ал Қарақатпен ертең сөйлесеміз. Күте тұрасың дейді. Әрине, оны әрдайым күтіп тұратындай менде жеке өмір жоқ екен. Оған болса, маған неге болмайды? Неге мен ғана ойлану керекпін? Ертеңнен бастап өзіме жаңа достар іздеп бастаймын. Жаңа достармен жүр, ескі құрбым. Ане, қыздар, көрдіңдер ме? Мұқият қараңдар. Әкесі мен баласы ойнап жүрген. Жақсылап мына жанұяға қарап алыңдар. Жақсы көңіл күйде, көтеріңкі көңіл күйде баласымен
уақытын өткізіп ойнап жүр. Көрдіңіздер ме, қыздар? Ал, қыздар, не түсіндіңдер? Я аға, көп нәрсені түсіндік деп ойлап тұрмын. Енді мен атамнан мүлдем жаңа ештеңе сұрайтын болмаймын. Қалай қиын екендігін түсіндім. Аға, мен әпкемнен кешірім сұрау керекпін. Мен сөздерім қалай ауыр тигенін енді түсініп тұрмын. Я, мен де анама менің қандай қиын бала екенімді де енді түсіндім. Бүгіннен бастап барлық үйдің істерін істейтін боламын. TikToktағы оқырмандарым анама маңызды емес. Ал жақында ұзақ бойы болған достарыңды қадірлей білу екендігін түсіндім. Себебі олар ғана қиын жағдайыңда жаныңда болады. Жарайсыңдар қыздар, бұны естігеніме қуаныштымын. Үйдің жақсы мақтанышы қыздары болып өсе беріңдер. Сізге де рахмет аға. Сіз болмасаңыз, біз өзіміздің қателігімізді әлі көп уақыт бойы сөйлеуші едік. Оқасы жоқ қыздар, менің көмегім тигеніне қатты қуаныштымын. Олай болса, мен бара берейін, балабақшадан баламды алып кетуім керек. Жақсы. Жақсы аға. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Келдің ба? Қайда болдың? Жай серуендеп келдім. Кешкі тамақты жасадыңыз ба? Жоқ, жұмыстан енді келдім. Мүмкін кешкі тамақты бірге жасаймыз? Ойбай, қызым, сенде бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Бірақ сізге көп көңіл бөлмегенімді түсіндім. TikToktағы оқырмандарым тоса тұрады. Менің адам одан көбісіне лайық. Ойбай, қызым. Бұрындар мұндайын естімеппін, бір күнде қатты өзгеріп кетіпсің. Жүр кеттік, бастай берейік. О, Айдария, сәлем. Сен әпкен сені бүкіл ауаны шулатып іздеп жүр ғой. Киінген көрсең ғой, мен бұндай киіммен қоқыс тастауға да шықпаушы едім. Мен әпкем қандай киіммен жүрсе де сені қызықтырмасын, ұқтың ба? Ой, не болды соншама айғайлап, құрбыларға айғайлауға болмайды. Әлде бар, әпкене кете бер. Бұндай құрбылардың жоғына артық. Сау бол. Айдока, сен қайда болдың? Бүкіл ауада іздеген, ешкім көрмепті сені, олай істеуге болмайды ғой. Ару, кешір мені. Саған барлық айтқан сөздерімді артқа қайтып алғым келеді. Мен айтқаным дұрыс болмады. Айдока, не болды? Мен бәрін түсіндім. Құрбыларың не айтса да айта берсін, саған бір тал сөз де айтпаймын. Айдока, мен де сендей жаста болдым, бұның бәрін түсінем. Достар не айтады, жай жүрген адамдар. Мен өзімде үлкен әпкем болған жоқ, бірақ сенің барына мен қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Қарақат, кімді тосып тұрсың? Сендерді. Не? Әлде бізбен қайтадан ұрсуға келдің бе? Жоқ, қыздар, менен бір артықшылық кетті. Сендердің айтқандарын тыңдамай, өз бетімен ашуланып кеттім. Енді сендердің алдыларында қатты ұялып тұрмын. Кешіріңдерші, мен енді бұлай қайталанбайды. Қарақат, біз тек шындықты айттық. Саған дегенде еш өкпеміз жоқ. Я, мен Айзеремен келісемін. Біз сен жақын құрбыларың болғандықтан, біз саған тек шындықты айтуымыз керек. Оған деген ешқандай өкпе, ренжу болмауы тиіс. Я, қыздар, мен бәрін түсіндім. Енді бұлай қайталанбайды. Уәде бересің бе? Уәде беремін. Біз қазір осының ішінде аралап жүргіміз келеді. Бізбен бірге барасың ба? Я, әрине, бірақ маған бір нәрсе істеп болу керек. Алло, мам, не істеп жатырсыз? Есіңізде ме, мен сізге жаңа аяқ киім алып беріңізші дегенмін. Шын айтарым, негізі ескі аяқ киімім жаңа көрініп тұр. Жыртылмаған, бірнеше ай бұрын ғана алғанбыз. Мүмкін жаңасын алмай қоярмыз. Жоқ, оның орнына ештеңе керек емес. Жақсы,
Сіз қашан жұмыстан келесіз? Жақсы ма, мен сізді күтемін. Келді. Ма, үйдесіз ба? Сәлем қызым, шайды қойып қоя салшы. Ма, шайдайым. Қалайда, сен құтылғасың ба? Я және мен үйді жинап, сабағымды оқып, қоқыстың бәрін тастап қойдым. Қызым бәрі жақсы ма? Ауырып қалған жоқсың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Мен айтайын дегенім, мен қандай қиын бала екенімді енді түсіндім. Сені тыңдамай, көңілімді түсіріп, айтқанымды істемей жүрдім. Сол үшін сенен кешірім сұрайын деген. Кешірім, қызым сен қандай болсаң да, мен сені сүйіп жүрем. Ауыр болсаң да, жеңіл болсаң да, мен сенің барыңа қуаныштымын. Сонда сен маған ренжіп жүрген жоқсың ғой, ә? Әрине жоқ. Әрдайым осылай менің көңіл күйімді көтеріп жүрсең, әбден қуанышты боламын. Жақсы. Гауһар, керек саған, бар өзіңнің достарыңмен жүре бер, айттым ғой саған менімен араласпа деп. Гауһар, кешірші мені, менің істегенім дұрыс болмады. Жаңа достар тауып сені ұмытқаным дұрыс болмады. Сен осыны енді түсіндің бе? Осыдан бұрын қайда болдың? Я, бұрында өз қателігімді мойындай алмадым. Енді сенен кешірім сұрағым келіп тұр. Әрдайым жанымда болған құрбымды не бір жоқ жаңа досқа айырбастау деген қате екен. Айбике, егер сен жаңа дос тапқың келсе, немесе жаңа достарыңмен жүрсең, мен қарсы емеспін, бірақ мені де ұмытпа, жарайды ма? Енді менің бүкіл көңілім тек қана сенде болады, шын айтам. Осындай досым бар екеніне әлі қалай деп өзіме сұрақ қоямын. Кеттік, бір жерден тамақтанып келейік. Қадірлеу адамдық қарым-қатынастардың негізі. Ол достықты, махаббатты және сыйластықты нығайтады. Қадірлеу арқылы адамдар бір-бірінің қадір-қасиетін бағалап, өзара түсіністікке қол жеткізеді. Бұл өз кезегінде қоғамның үйлесімділігін арттырады. Адамдардың бір-біріне көрсеткен қадірі мен сыйы арқылы олар өзара қолдау, ынтымақтастық және мейірімділік танытады. Сондықтан қадірлеу тек жеке адамдардың емес, тұтас қоғамның да дамуына әсер ететін маңызды құндылық. Оны бағалау, күнделікті өмірде қолдану арқылы біз өзіміздің және басқалардың өмірін жақсарта аламыз. Бар болған нәрсені қадірлеп жүрейік.